Сәлем достар, бүгінгі видео сабағымызда Present Perfect Continuous жағымен танысамыз. Present Perfect Continuous tense қай кезде қолданамыз? Ол қандай да бір іс-әрекет өткенде басталып, әлі жалғасын тауып жатқан және қазіргі шаққа байланысы бар сөйлем болса, байланысы бар созылыңқы процесс болса, бұл Present Perfect Continuous tense де айтылады. Бұл жерде қандай да бір созылыңқы іс-әрекеттің қанша уақыт бойы созылғандығын, болмаса қашаннан бері жалғасын тауып жатқан іс-әрекет екендігі анығырақ айтылады. Және Present Perfect Continuous tense-де тек қана action verbs-тер қолданады. Яғни action verbs келесі мысалдарда айтып беретін боламыз. Яғни action verbs және non-action verbs дегендер бар. Present Perfect Continuous-тың жасалу жолы subject, яғни жекеше және көпше түрде have көмекші етістігі, been сөзі және етістікке ing жұрнағы жалғанады. Ал he, she, it үшінші жақта сөйлеген кезде has көмекші етістігі, been сөзі, етістікке ing жұрнағы жалғанады. Present Perfect Continuous tense-тің уақыт үстеулері for, бойы, қандай да бір іс-әрекет 5 жыл бойы созылып жатты, қазір де істеп жүрміз деген сияқты. Болмаса 2020 жылы басталды, қазірге дейін жалғасын тауып жатыр деген іс-әрекет. Яғни бойы немесе содан бері деген екі уақыт үстеуімен жүреді. Мысалдар қарастырып көрейік. He has been playing football all day. Ол күні бойы футбол ойнады. Талдайтын болсақ, he has been play, яғни action verbs дегеніміз play, ойнау, жүгіру, күлу, отыру, күту деп қандай да бір іс-әрекетті біз көзбен көріп тұрсақ, бұлар action verbs болады. Және бұлар созылыңқы іс-әрекет бола алады. Мысалға, play деген ойнау ғой, мысалға ол күні бойы футбол ойнап жүрді. Сонда осы action verbs-ке ing жұрнағы жалғану арқылы іс-әрекеттің созылыңқы екендігін білдіріп тұр. Сол сияқты I've been waiting for you for 3 hours. Wait деген күту, waiting, яғни күтіп отырған. Бұл да созылыңқы іс-әрекет және созылыңқы іс-әрекеттің қанша уақытқа созылғандығы айтылып тұр. For 3 hours. 3 сағат бойы. Мына жерде all day, күні бойы. Present Perfect пен Present Perfect Continuous-тың айырмашылығы. Present Perfect-те қандай да бір іс-әрекет осы шаққа байланысты болу керек және нәтижесі көрсетіледі. He has repaired the car. Ол машинаны жөндеп болды. Яғни машина барлығымен толықтай жөнделген, ретіне келген және мына кісі құрал саймандарын жинап алды. Уже созылыңқы іс-әрекеттің нәтижесін көріп тұрмыз. Ал Present Perfect Continuous-та сол созылыңқы іс-әрекетіміздің қанша уақытқа созылғандығы анық айтылады. He has been repairing the car for 2 hours. 2 сағат бойы машинаны жөндеген, қазір жөндеп жатыр деген мағынада. How long? How long деген жалпы сіз қашаннан бері осындай іспен айналысып жүрсіз, сіз қашаннан бері ағылшын тілін үйреніп жүрсіз, яғни қандай бір істің қанша уақытқа созылғандығы туралы сұрақ қойған кезде how long деп бастаймыз. Бірақ осы созылыңқы іс-әрекет кейде осы жаққа қатысы жоқ болады, болмаса осы жаққа қатысты болады. Егер осы жаққа қатысы жоқ болса, қандай да бір созылыңқы іс-әрекет өткен шақта қалып қоятын болса, ол past simple шағында айтылады. Мысалға, he studied Chinese for 5 years. Ол Қытай тілін 5 жыл бойы үйренген. Ал бірақ қазір ол Қытай тілін үйреніп жүрген жоқ, ол қазір ағылшын тілін үйреніп жүр. He has been studying English for 5 years. Бұл жерде ерекшелік Қытай тілін 5 жыл бойы үйренген процесс болған, бірақ қазір Қытай тілін үйреніп жүрген жоқ деген мағына.
Ал мына жерде ағылшын тілін 5 жылдан бері үйреніп жүр, әлі де үйренеді деген мағынада. Тағы бір мысал, I read my first book for a year. Мен өзімнің бірінші оқыған кітабымды оқуыма 1 жыл уақыт кеткен дейді. Бұл өткендегі бір әңгімесін айтып тұр. Енді қазір сіз өміріңіздегі бірінші кітапты мүмкін бала кезіңізде оқыған шығарсыз. Қазір басқа кітап оқып отырсыз, мүмкін студент кезіңізде оқыдыңыз, оны нақты білесіз. Сол бірінші кітабыңызға оқығаныңызға 1 жыл уақыт кеткен. Бірақ ол қазіргі шаққа қатысы жоқ. Енді сіз қолыңызда бір кітап тұр, мен мына кітапты оқығаныма 1 айдай болды десе, бұл өткенде басталған және қазірде актуальный әрекет болып тұр. Мысалға, I have been reading this book for a month. Мен мына кітапты оқып жүргеніме 1 айдай болды. Кітап әлі аяқталған жоқ, сіз әлі де оқисыз. He has been studying English since 2019. Ол ағылшын тілін 2019 жылдан бері үйреніп жүр. He has been studying English for 5 years. Ол ағылшын тілін 5 жыл бойы үйреніп жүр. Сонда for деген бойы, since деген содан бері деген мағына. Present perfect continuous тек қана action verbs пен жасалады. Action verbs дегеніміз біз қандай да бір іс-әрекеттің болып жатқандығын көреміз. Мысалға jump секіру, run жүгіру, swim жүзу. Бұларға ing жұрнағы жалғау арқылы present perfect continuous tense жасай аламыз. Jumping, running, swimming деп. Ал non-action verbs дегеніміз ол біздің сезіміміз, бір нәрсені түсінуіміз, ойлануымыз. Бұл іс-әрекет болып жатады, бірақ біз оны көрмейміз, жай ғана сезім мүшелері арқылы болып жатады. Бұларға да біз feeling деп ing жұрнағын жалғай алмаймыз. Себебі бұлар созылыңқы іс-әрекет болып тұрса да, біз бұл кезде present perfect continuous емес, present perfect шағымен сөйлем жасаймыз. Яғни осы етістіктердің үшінші формасын болмаса id жұрнағын жалғану арқылы present perfect шағында сөйлем жасаймыз. Енді анығырақ тоқталайық мысалдар арқылы. Жаңа айттық қой, present perfect continuous тек action verbs пен қолданылады. Action verbs дегеніміз жаңағы созылыңқы әрекет процесс бола алатындай жағдай. Мысалға, I have been working this company since 2018. Мен бұл компанияда 2018 жылдан бері жұмыс жасаймын. Яғни work сөзіне ing жұрнағы жалғанып тұр. Ал енді көзге көрінбейтін іс-әрекеттер, адамдардың сезімдері, бұлар non-action verbs деп аталады. Осындай non-action verbs пен келетін сөйлемдерді біз қанша present perfect continuous шағында айтқымыз келіп тұрса да, әрекет созылыңқы болып тұрса да, біз оны present perfect ден айтамыз. Яғни етістіктің үшінші формасын болмаса id жұрнағы жалғау арқылы. I have known my boyfriend for 3 years. Мен өзімнің жігітімді 3 жыл бойы білемін. Яғни knowing деп ing жұрнағын жалғамаймыз. Сондықтан да біз present perfect шағымен сөйлем жасаймыз. I have had this car for 2 years. Менің бұл машинамның болғанына 2 жыл болды дейді. Ол мысалға сіздің миыңызда, сіздің мүліктеріңіз, байлықтарыңыз миыңызда тұрады ғой. Мысалға, менің осы машинамның бар болғанына 2 жыл болды. Сонда I have had this car for 2 years деп present perfect шағымен сөйлем жасаймыз. Мына жерде simple деген сөз артық жазылып кеткен, оған мән бермеңіздер. Present perfect continuous іс-әрекеттің салдарына қарап сұрақ қою, яғни салдарды көріп тұрсыз, нәтижені. Болмаса мұрныңызбен сезіп тұрсыз. Мысалға, have you been working the whole day? Қасыңызда жаңағы жігітіңіз тұр,
ол үсті басы жаңағы май болған, кішкене ластанып тұр. Ол күні бойы машина жөндегені белгілі. Сонан кейін ол шаршап тұр. Содан кейін сіз сұрақ қоясыз. Have you been working the whole day? Сен күні бойы жұмыс жасағансың ба? Яғни жұмыстың салдарынан ол адамның бет әлбеті өзгеріп тұр. Ол мысалға көп жұмыс істесе шаршаңқы түрі көрініп тұр. Біз бірден білеміз. Have you been working the whole day? Болмаса көзі шайдай ашық, жүзі жарқырап тұрса, онда біз күні бойы демалғансың ба деп сұраймыз. Осы кезде present perfect continuouспен сұрақ қоямыз. Біз үйге бөлмеге кіріп келдік, тамақтың иісі мүңкіп тұр. Біз пісіп жатқан тамақты көрген жоқпыз, жай мұрнымызбен сездік. Осы кезде біз тоже айтамыз, қарнымыз ашып келді, мамаға айтуымыз мүмкін. Have you been cooking? Тамақ істеп қойғансың ба? Және де осындай тағы басқа жағдайларда кездеседі. Яғни have you been деп күнделікті өмірде сөйлемдер құрасақ өте дұрыс болады. Жаңағы етістіктер non-action және action verbs болып бөлінеді. Бірақ үнемі көп жиі қолданылатын work және live сөздері екі жағдайда да қолданыла береді. Мысалға, бірінші сөйлем I have worked here for 5 years. Бұл жерде present perfect жағында тұр. Айтады, мен осында 5 жылдан бері жұмыс жасаймын. Мына жерде I have been working here for 5 years. Бұлайда present perfect continuous tense шағында да қолдана беруімізге болады. Сонда мына жерде worked ed жұрнағын жалғасақ, мына жерде ing жұрнағын жалғап present perfect continuous жасап тұрмыз. Live сөзі де екі жағдайда да қолданыла береді. I have lived here for 8 months. Бұл жерде тұрғаныма 8 айдай болды. Бұл жерде present perfect жағында болса, I've been living this town since 2022. Мен бұл қалада 2020 жылдан бері тұрамын. Бұл жерде lived пен livingнің айырмашылығы, яғни ing жұрнағының жалғануының мағынасы. Мысалы, lived болмаса worked болса, бұл сіз тұрақты түрде жұмыс жасайсыз, немесе осы жерде өмір сүріп жатырсыз деген мағынада. Ал working, living болса, сіз уақытша жұмыс істеп жүрсіз, болмаса уақытша осы қалада тұрып жатырсыз. Негізгі мамандығыңыз мұғалімдік, бірақ сіз уақытша жаз айларында қосымша жұмыс істеп жүрсіз. Сондықтан да working сөзі уақытша деген мағынаны білдіреді. Осындай кішкентай айырмашылығы бар екеуінің. Енді мына екі сөйлемнің айырмашылығын қарап көрейікші, қандай айырмашылық бар. Бірінші, have you been playing football? Жаңағы футбол алаңында балалар доп ойнап жүр. Сіз былай сұрақ қоюыңыз мүмкін. Have you been playing football? Сендер футбол ойнап жүрсіңдер ме? Яғни ойнау процесі созылыңқы әрекет, сондықтан да present perfect continuous tense шағында сұрақ қоямыз. Ал сіз мына сөйлемге қараңыз. Have you kicked the ball? Допты сен тептің ба? Енді мына жерде kick деген тебу. Ол процесс бізге созылыңқы әрекет емес, яғни момент қана болады. Мысалы, сіз теуіп қаласыз, сол моментте доп ұшып кетеді. Мысалға, бұлай басыңызды бұрып қарап қаласыз, бір моментте ғана болатын әрекет, сондықтан да бұған ing жұрнағы жалғанбайды, яғни present perfect шағында сұрақ қойылады. Present perfect continuous'тың тағы бір үнемі қолданылатын сөзі ол lately сөзі, яғни соңғы кездері. Мысалға, I've listening music lately. Соңғы кездері мен музыка тыңдап жүрмін. Мысалға, сіз жақсы бір әуен тауып алдыңыз, сіз қайта-қайта тыңдап жүрсіз. Айтасыз, мен соңғы кездері бір музыка тыңдап жүрмін. I haven't been exercising lately. Мен соңғы кездер жаттығу жасап жүрген жоқпын. Яғни сіз жаттығу жасап жүредіңіз, қазір жасамай қалдыңыз. Бұл жерде соңғы кездері сіздің жаңағы созылыңқы процесіңіз болмай қалған, яғни болымсыз сөйлем түрінде келіп тұр. Енді біраз мысалдар талдап көрейік. Бірінші мысал. Ali
Ali has been painting the room for 2 hours. He is still painting it. Али бөлмені 2 сағат бойы бояп жүр, жаңағы ағартып жүр. Ол әлі жаңағы сурет салу болмаса жаңағы ағартып әлі жұмысын жалғастырып жатыр. Екінші сөйлем. Jimmy has been working as a postman since 2009. He is still working as a postman. Джимми 2009 жылдан бері поштальон болып жұмыс жасайды. Ол әлі сол жұмысын поштальон ретінде жасап жүр. I'm tired because I have been running just now. Мен шаршап тұрмын дейді. Өйткені мен жаңа ғана жүгіріп келдім дейді. Бұл жерде мынандай контекст болып тұр. Ол 1 сағат, мүмкін жарты сағат бойы жүгірген болуы мүмкін. Содан кейін енді ғана жүгіріп кеп, ентігін әлі баса алмай тұр. Мен әлі шаршап тұрмын деп. Созылғы әрекеттің салдарынан адамның шаршау процесін көріп тұрмыз. My stomach is full. I've been eating for 15 minutes. Менің асқазаным толып тұр, болмаса тойып тұрмын. Мен 15 минут бойы тамақ жедім. Яғни, сіз 15 минут бойы тамақ жегеннің салдарынан тойып тұрсыз. Look at her eyes. I'm sure she has been crying. She stopped crying when she saw her boyfriend. Look at her eyes. Оның көзіне қарашы. I'm sure she has been crying. Мен сенімдімін, ол жылаған. She stopped crying when she saw her boyfriend. Ол жылауын жігітін көрген кезде тоқтатты дейді. Келесі. I have been living in Boston for 2 months. Жаңа айтты ғой, live сөзі екі түрлі жағдайда да қолданыла береді. Егерде ing жалғанса, ол уақытша тұрады деген мағынада. Яғни Бостон қаласында 2 айға ол уақытша тұрған. Соңғы сөйлем. I have been working as a waitress for the past week. Мен өткен аптада даяшы болып жұмыс жасадым дейді. Тағы да work сөзіне ing жалған тұр. Бұл жұмысты ол уақытша істегендігін осы сөйлемге қарап мағынасын түсініп алуға болады. Сонымен біз бүгін сіздермен present perfect continuous жағымен таныстық. Сіздер үшін пайдалы білім болды деген сенімдемін. Сіздер қаншалықты көбірек қайталап мысалдар зерттеген сайын ағылшын тілін толық әрі дұрыс түсіне алатын боласыздар. Сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Сау болыңыздар. Сіздерге ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.